Қайсы бір оқыс оқиғаның үлкен кішісі болмайды. Әрбірінде белгілі бір деңгейдегі шығын орын алады. Аталған төтенше жағдайларға байланысты біз мезгіл мәселесі хабарына төтенше жағдайлар департаментінің мамандарын арнайы шақырған болатынбыз. Естеріңізде болса, Абай облысындағы өрт сөндірушілердің техникалары жеткіліксіз деген ақпар берілген болады. Әрине, анадай алқапты ауыздықтау үшін көкпарға түсер көп аттың санындай автокөлік керек. Әр өңірден жедел жеткен өзге де өрт сөндіруші көліктердің өзі аздық етті. Тіпті екі бірдей техникадан айырылып қалды. Ал біздің өңірдегі ахуал қандай? Қызыл жалынмен күресуге қанша техника бар? Олар нормативке қаншалықты сай? Қазіргі таңда енді қызметтің жабдықталуы бойынша айтып өтейін. Бірінші, қызметтің жабдықталуы бойынша бізде Теңгерімде өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі мемлекеттік мекемесінің 107 бірлік техникамен жабдықталған. Енді негізгі нормаға сәйкес болуы 230 бірлікті құрайды. Қазір мекеменің жаңа өз атында айтып тұр ғой. Қазіргі өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстарына именно осы қазір өрт қауіпті кезең болып саналады. Сол себепті департамент бастығының бұйрығымен біз жоғарғы дайындыққа келтірілеміз осы уақыт аралығында. Үнемі өздеріңіз білесіздер, тәуліктік кезекшілік атқарылады облыс көлемінде барлығы 14 өрт сөндіру бөлімі, 2 өрт сөндіру бекеті бізде жұмыс жасайды 24 сағат тәуліктік кезекшілікпен. Барлық түскен хабарламалар бойынша, дабыл бойынша шығуға жеке құрам және өрт құрал жабдықтары, өрт сөндіру техникалары әрдайым дайын бізде.